Сиырдың қабырға етінен қалай бұрыш жасауға болады? Сәлем құрметтілерім, біз бүгін сиырдың қабырға етінен күшті дәмді етіп тез арада бұрыш жасайтын боламын. Әуелі каналыма тіркеліп, соңына дейін видеоны көріңіз. Кеттік. Мен қоспаларды төменде жазып кеттім. Алдымен пиязды жақсылап шұқалап, қалауыңызша пішінде турап аламыз. Кейін сәбізді ұзынша етіп, оны да жақсылап тураймыз. Менде картопты да жақсылап турап аламыз. Пішінді өз қалауыңызға қарай турасаңыз болады. Мен оған 40 қабат қостым. Оны да 4 бұрыштап, кубиктап тураймыз. Ең керемет қоспамыз ол қызылша. Қызылшаны мен ұзыншалап турап алдым пірей сияқты. Мен бүгін сиырдың бірнеше қабырғасын бөліп, сөйтіп суға қайнатып, көбігін алып, жақсылап пісіріп алдым. Кейін оны түсіріп алдым да, жаңағы сәбіз, картоп, тураған барлық көкөністерді сорпаға салдым. Оған 1-2 лаба жапырағын қосып, қайнатуға жаптым. Кейін мен етімді жақсылап турап алдым енді. Жаңағы сорпамызға лайықты етіп, негізі турап салуға да болады пісірген кезде. Маған ыңғайлы болды осылай, жаңағы алдымен етті пісіріп, сосын кейін тураған. Етті жақсылап турағаннан кейін оны да сорпама салып, бетін жауып, 10 минут қайнаттым. Мінекей біздің бұрышымыз дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Мен қаймақтың орнына құрт қатып қостым. Сіздермен болған Гүлнұр. Менің тағамым бүгінгі сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма кіріп, басқа түрлі тағамдармен танысуға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.